Әрине, қан қысымының көтерілуінен түбегейлі құтылуға болады, тіпті ұмытуға болады. Ол үшін бізге ең қатысты орган бауыр мен өт қанның қоймасы, бауыр шайын ішетін боламыз. Және бауырдың улануына себепкер ол тоқшек, тоқшектегі қалдықтарды тазартатын тоқшек шайын ішеміз, және қан айналысын жақсартатын жүрек шайын ішетін боламыз. Және қан тамырларын көзге көрінбейтін деңгейде тазартатын кардицепс капсуласын 105 күн қолданатын боламыз. Қанның 90%-ына әсер ететін ұсақталынған суды пайдаланатын боламыз үнемі. Әрі қанның түбеге көтерілуіне де, төменге түсуіне де жауап беретін өнім ол кальцийді ішетін боламыз. Жүрек соғысының ритмін ретке келтіретін білектік, бұл 5 жылға арналған өнімдер. Жүрек картасы, жүрек бұлшық етінің жұмысын жақсартатын. Мидағы қан айналысын ретке келтіретін шапка, және бауыр, өт, асқазан, ұйқы без, көк бауырды емдейтін белдігімізді пайдаланатын боламыз. Екінші айымызда міндетті түрде проблема қан айналысында болғандықтан жүрек шайын қайтадан ішеміз және фильтрді тазартамыз. Осы қан тамырының ластануына себепкер болған. Ал енді үшінші айымызда тағы да осы қан қысымына қатысты жүрек шайын ішетін боламыз және 3 мезгіл қарапайым күнделікті тағаммен бірге қан қысымының көтерілуіне де, төменге түсуіне де жол бермейтін, қалпына келтіретін селен шайымызды үнемі 3 мезгіл қарапайым тағаммен қолданатын шайға айналдырамыз. Осылайша қан қысымынан толыққанды құтылуға болады.